Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жазушы Қажығали Мұхаметқалиұлының өмірі мен шығармашылығы жайында болмақ. Балалар, жазушы Қажығали Мұхаметқалиұлы Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Қызылбұлақ ауылында 1942 жылы 8 желтоқсанында дүниеге келген. Жазушы 1965 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін үздік аяқтады. Ақтөбе облыстық радио және телевидение комитетінде, облыстық коммунизм жолы газетінде қызмет жасады. Қазақстан баспасында, Жұлдыз журналында жұмыс жасады. Сонымен қатар Қазақ әдебиеті газетінде редактор, аға редактор, аға әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, жаңа фильм журналының бас редакторы болған. Кейінгі жылдары Қазақстан Республикасы президенті аппаратында, парламентінде, Таң шолпан журналында қызмет істеген. Балалар, бүгінгі сабақта мен сіздерге жазушының жазушылық, публицистік, аудармашылық қырлары туралы айтып өтемін. Назар салып, тыңдауға шақырамын. Жазушы әдебиет әлеміне алғаш 1960 жылы аяқ басты. Екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысының зардаптарын көрген қаламгер сол уақыттың көрінісін қағаз бетіне түсірді. Оның прозалық шығармаларында 70-80 жылдардағы ел тіршілігі суреттеледі және қоғамдағы қарапайым тұрмыстық эпизодтар арқылы үлкен әлеуметтік мәселелерді ұтымды жеткізеді. 40-50 жылдардың қытымыр қырмауынан құтылып, еркіндіктің дәмін тата бастап, қоғам өкілдерінің мінез қылықтарындағы жағымсыз өзгерістер адамдардың ара қатынасындағы адал достықтың, бақталастықтың, арамдықтың шырмауына түсуі әсіресе мінез және ескі достар атты прозалық шығармаларында айқын сезіледі. Қазақ қоғамының өскелең кезеңдеріндегі ахуалы, дала әуендері, қарымта, қаңтардың қара суық түндері, бір мәшине шөп әңгімелерінде қалтқысыз бейнеленеді. Оймақтай ғана оқиғаға орасан зор мағына сыйғызатын қаламгер адам санасындағы құбылмалылықтан басталатын дәуірлік трагедиялар мен әлеуметтік драмалар өзегін дөп басады. Жазушы 18 ғасырдағы отаршылдық езгіге қарсы күрес жүргізген, қол бастаған көсем, сөз бастаған шешен, Сырым Батыр туралы ұзақ жылдар бойы зерттеу жұмысын жүргізді. Нәтижесінде 2004 жылы Арыс баспасынан Сырымда атылы туралы жинағы шығарылды. 2010 жылы жазушының әдебиет пен өнер, қоғам туралы сан түрлі пікірлер мен мақалалардан тұратын «Тоғысар арнамыз бір толғанғанда» атты кітабы жарық көрді. Қаламгердің «Тар кезең» атты тарихи романы халық тағдыры, таразыға түскен қиын кезеңді суреттейтін кесек туынды болып саналды. Жазушы дәл осы романы үшін 2014 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері атанды. Жазушы сонымен қатар Акутаева, Чубек, Ханвана, Брыль, Адигаев, Абдуллин сынды бір қатар шетел қаламгерлерінің шығармаларын қазақ тіліне аударды. Бір атанға жүк болар жүлдесі қаламгер қаламының қарымын білдірсе керек. Ол Байғанин ауданының құрметті азаматы атағын 2002 жылы, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері атағын 2003 жылы, құрмет орденінің иегері атағын 2013 жылы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын
2014 жылы халықаралық қазақ пен клубы сыйлығының лауреат атағын 2017 жылы алған болатын.